Жалақы алғаннан кейін ақшаны бірден жаратуға болмайды. Ырымның мәні. Үйге ырыс береке шақыру үшін жаңа ақша міндетті түрде онда түнеп шығуы керек. Бұл ырымның практикалық түсіндірмесі. Шотқа ірі соманың түсуі еркіндік пен жұмсауға деген ұмтылыс сезімін сыйлайды. Егер бұл серпінге берілсеңіз, бір уақытта ақылға қонымсыз көп ақша жұмсап, жеке бюджетіңізді сарқып алуыңыз мүмкін. Жалақыңызға үйде түнеп шығуға мүмкіндік беріп, біз салқындату кезеңіне кіреміз. Бұл уақыт әдетте міндетті шығындарды, коммуналдық, үй жалдау ақысы және басқа ай сайынғы шығындарды еске түсіріп, қажетсіз сатып алулардан бас тарту үшін жеткілікті. Ақшаға қамқорлықпен және құрметпен қарау керек. Ырымның мәні. Ақша мыжылған күйінде және ретсіздікте сақталса, ол өкпелеп көбеймей қояды. Бұл ырымның практикалық түсіндірмесі. Егер қағаз ақша киім-кешек пен сөмке қалтасына салынып, қалай болса солай сақталса, олар жиі жыртылып, жоғалып кетеді. Бұл қаржылық шығындар. Жаңа жыл түні ең алдымен ақшаңызды санап алу қажет. Бұл ырымның мәні, қаражатты санап шыққан кезде сіз алдағы жылға сәттілік пен береке шақырасыз. Практикалық түсіндірмесі. Үлкен шығындарды ұзақ мерзімді болжау пайдалы. Мысалы, осы қыста немесе көктемде қандай қымбат сатып алулар жасауға тура келетін алдын ала ойластыруға болады. Әмиян бос қалғанды ұнатпайды. Ырымның мәні. Егер бар ақша түгел жұмсалса, жаңа қаржы ағындарына тосқауыл қоя отырып, әмияныңыз бос қалуы мүмкін. Бұл ырымның практикалық түсіндірмесі мынадай. Егер сіз барлық қолжетімді қағаз ақшаны соңғы тиынына дейін жұмсауға дағдыланған болсаңыз, бұл шығындарды бақылай алмайтындығыңызды көрсетуі мүмкін. Бұл тәсілмен жалақы көтерілсе де ақша жетпейтін болады. Қор жинай отырып, қалтаңызда бір тиын қалмайтын жағдайға жол бермеу маңызды. Кешкі мезгілде ақшаны қарызға беруге және алуға болмайды. Ырымның мәні. Түнгі қаржылық операциялар сәтсіздікке душар етеді және ақшаның болмауын шақырады. Практикалық түсіндірмесі. Көбінесе кешке қарай адамдар оқыс шешім қабылдайды. Олар импульсивті сатып алу үшін несие рәсімдейді. Өздерінің қаржылық мүмкіндіктерін бағаламай, сенімсіз қарыз алушыларға қарызға ақша береді. Соның салдарынан сол сәтте де, болашақта да қажетсіз шығындардан зардап шегеді. Ақша тыныштықты жақсы көреді. Ырымның мәні. Егер барлық адамдарға сізде көп ақша бар екендігі жайлы айта берсеңіз, кедейлік мұны естіп сізге келеді. Бұл ырымның практикалық түсіндірмесі. Шын мәнінде үлкен жалақыңыз бен немесе ірі көлемдегі мұраңыз бен мақтанудың қажеті жоқ. Әсіресе алаяқтар мен ұрылар ести алатын қоғамдық орындарда мұндай әңгімелерді жүргізбеңіз. Өзіңіздің қаржылық жетістіктеріңіз туралы айта отырып, сіз өзіңіздің жеке деректеріңіздің, шоттағы қаражаттың немесе үйіңізден құндылықтардың ұрлану қаупін арттырасыз. Үйдегі екі сыпырғыш ақшаны қуады. Ырымның мәні. Үйде бір ғана сыпырғыш болу керек. Егер олардың саны көбірек болса, онда олар үйден ақшаны сыпырып тастайды. Практикалық түсіндірмесі. Бір мақсатта қолданылатын бірнеше затты сатып алу арқылы сіз ақшаны босқа жұмсайсыз. Өз шығындарыңызды мұқият жоспарлаған жөн. Үйдегі құбыр шүмектерінің ағып тұруы ақшаның болмауына алып келеді. Ырымның мәні. Егер құбырлар немесе сантехника бұзылып тұрса, онда су үйден ақша мен қаржылық табысты шайып кетеді. Практикалық түсіндірмесі. Ақаулы құбырлар немесе унитаз суды тұтынуды арттырады, ал коммуналдық төлемдер өседі. Сонымен қатар, ағып жатқан сантехника тезірек бұзылады. Оны жиі ауыстырып, көп ақша жұмсауға тура келеді.